Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Жансұлу Бақытжанқызы. Менің каналыма қош келдіңіздер. Қазір сіздерге дүкен сөрелерінде сатылатын домашний компоттың рецептімен бөлісетін боламын. Айсти компотымызды жасау үшін салқын суымызға каркаде, қант, лимон жартысын, апельсин және алма саламыз. Алманың сушеный түрінде салсаңыздар болады. Егер ондай түрі болмаса, свежий алманы да қоссаңыздар болады. Барлық затымызды салып алған соң, отты қатты қойып, бетін жауып, толықтай бір рет қайнатып аламыз. Толықтай бір рет қайнап шыққан соң, астын өшіріп, бетін ашып, өз жылуымен салқындатамыз. Толық қайнап шыққан соң, тағы да жарты сағат, 1 сағат, 2 сағат қайнатудың қажеті жоқ. Артық қайнатсаңыздар, жемістердің зияны шығып кетеді. Салқындаған соң, компотты баклажкаларға құйып, холодильникте сақтай берсеңіздер болады. Тәтті сүймейтіндердің назарына, біз бұл жерде 1 литрге 100 грамм қант деп есептедік. Егер де сіздер қантты ұнатпайтын болсаңыздар, 1 литрге 50 грамм деп есептесеңіздер болады. Немесе 100 граммдап салып, қайнап шыққан соң, үстіне ыстық су құйып, тәттісін азайтсаңыздар болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Ас болсын.